Оқушылар, емтиханда жиі келетін есептердің бірін қарастырамыз. Дөңгелектің боялған бөлігіне сәйкес келетін бөлшекті табыңыз. Яғни, бізде дөңгелек берілген, және оның боялған бөлігіне сәйкес келетін бөлшекті табу үшін не істейміз? Бірінші боялмаған бөлшекті тауып аламыз. Ол үшін бізде берілгені 15-тен 4, 5-тен 1 бөлшектері. Бұны біз қарапайым 5-ші сыныптың ортақ бөлме келтіру амалын орындаймыз. Ол үшін 15-тен 4 қосамыз 5-тен 1. Ортақ бөлімі 15. 3-тен береміз. Бұл жерде бізде 15-тен 7 болады. Сонда бізде мына боялмаған бөлігі 15-тен 7-ге тиісті. Және де өзіміз білетін бүкіл бізде дөңгелек бір бүтінді береді. Бұл жерде бір бүтін дегеніміз 15-те 15 етіп аламыз. Келесі амалымыз 15-тен 15-ті азайтамыз жаңа бізде боялмаған бөлікке. 15-тен 7-ге. Ортақ бөлімдері бірдей, тек алымдарын азайтамыз. Сонда 15-тен 8 болады. Значит, бізде боялған бөлігі 15-тен 8-ге тең. Жауабы С жауабы. Қалай шықты?